Баршаңызға қайырлы күн көрермендер, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ауызашарға дәл осындай жұп-жұмсақ, нәзік болып шығатын кекстің жасалу жолымен бөлісемін. Арнамнан алыстамай жасалу жолын соңына дейін тамашалаңыздар. Бір ғана жұмыртқадан дәл осындай кексті сіздер де жасап көріңіздер. Бізге ең алдымен 180 грамм қантымыз, 100 грамм сұйық майымыз, 150 мл сүтіміз, бір дана жұмыртқамыз және де 200 грамм електен өткізілген ұн қажет. Таза құрғақ ыдысымызға бір дана жұмыртқамызды және де қантымызды салып, венчиктің немесе миксердің көмегімен біздің қантымыз ерігенше, дәл осындай сұйық масса болғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Жұмыртқалы массамыз көпіріп, бойындағы қанты еріген уақытта үстінен сұйық майымыз бен сүтімізді құйып, тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Массамызды дәл осылай біркелкі болғанша жақсылап миксерлеп алғаннан кейін бізге електен өткізілген 200 грамм ұн қажет. Ұнымызға бір шай қасық қопсытқышымызды салып, осылай жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алған ұнымызды сұйық массамыздың үстінен бірден салмай, яғни екі бөлікке бөліп, миксердің көмегімен тағы да миксерлеп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл кекстің жасалу жолы өте оңай, әрі қарапайым, қолжетімді үйдегі бар заттардан жасалады. Сол себепті міндетті түрде дәл осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер. Осымен біздің қоймалжың массамыз дайын болды. Ыдысымыздың шетін осылай айналдыра ығыстырып, ортаға жинап, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Кексімізді салу үшін бізге осындай форма қажет және де дәл осындай қағаз капсула да қажет. Капсулаларымызды осылай бір-біртіндеп кекстің формасына салып шығамыз. Дайын болған қоймалжың массамызды дәл осы капсуланың ішіне бір қасықтан толтырмай салып шығамыз. Кексіміздің дәмі өте ерекше болып шығу үшін құрамына варенка қолдандым, яғни қоймалжың массамыздың үстінен бір қасық дәл осындай варенкадан салып алдым. Одан кейін варенканың үстінен тағы да қоймалжың массамен жауып шығамыз. Дәл осы кекстің жасалу жолы бойынша құрамы мен мөлшерін төменде описание бөлімінде толықтай жазып қалдырамын. Дәл сол жерге кіріп, сіздер де жасап көрсеңіздер, 100% ұнайды деген ойдамын. Рецепт ұнаса, подписаться қара батырмасын басып, арнама тіркеле кетіңіз және де лайктарыңызды аямай басып, өз пікіріңізбен де бөлісе отырыңыздар. Міне, осылай барлығын салып алдық. Ендігі кезекте пешімізді алдын ала қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. 180 градуста 30-35 минут аралығында осылай беті сарғайғанша пісіріп аламыз. Бір ғана жұмыртқадан дәл осындай мақтадай жұп-жұмсақ біздің кереметтей болып шыққан кекстеріміз дайын. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.